анаммен жолдасыммен ақылдастым. Екеуі де қарсы болды. Сен қалай 5 үйіңді сатып барып ЖК Тамерланнан бір үйге ақшаңды құясың? Ана үй 50 миллион, 48 миллион, парковкасымен 50 миллион. Ал мынаяқтағы үйлер 12 миллион, 8 миллион сондай тұрады. Қарсы болады, но бірақ мен тыңдамаймын. Үндемей барып Биай-группқа барам. Гүлжан деген қыз мені қарсы алады. Гүлжан маған былай бүйтеді. Қазіргі ЖК Тамерлан, қазіргі Әрлеу деген ол жерде офис тұр. Сол офистің ішінде екеуміз қараймыз. Қай жерде болады менің квартирам? Визуализация кетіп жатыр ана жерде. Шолпан әпше, сіздің 5-ші этаж бос тұр, міне жерде квартира бар, мына жерде. Сонымен біз 5-ші этажды, 13-ші пәтерді мен сол жерде сатып алам. Рассрочкаға сатып алам. 20 миллионын құямын, қалғанын 1 жылға шашып тастайды. Мен 1 жыл бойы жаңағы мақсатым бар, саудам бар, ақшасын құтылам, кілтін беру сәті келеді. Сонымен кілт беретін күн туады. Сонымен кілт беруге жолдасым сенбейді.